Қазақ халқының мақал-мәтелдері, пословицы и поговорки казахского народа. Денсаулық, здоровье. Денсаулық – зор байлық. Здоровье – клад бесценный. Тәні саудың жаны сау. В здоровом теле здоровый дух. Ластың досы шыбын. Муха – друг неряхи. Көңіл жақсы болғаны, өмір жақсы болғаны. Настроение хорошее и жизнь хороша. Емнің алды еңбек. Труд – первое лекарство от всех болезней. Тазалық, саулық негізі. Саулық, байлық негізі. Чистота – основа здоровья. Здоровье – основа богатства. Ұйқы тынықтырады, жұмыс шынықтырады. Труд закаляет, сон освежает. Тыста ұзақ жүргенін, ұзақ өмір сүргенін. На свежем воздухе долго быть, долгую жизнь прожить. Басы аманның малы түгел. Была бы голова цела, а добро наживется. Аурудың жақсысы жоқ, дәрінің тәттісі жоқ. Как нет приятной болезни, так нет и сладкого лекарства от нее. Ас – тағам, пища. Сыйлап берсе суын іш. И вода – еда, если от души подана. Ас – адамның арқауы. Еда человеку силы дает. Ас тұрған жерде ауру тұрмайды. Где пища водится, там болезнь не водится. Тоқ адамды ұйқы басады, аш адамнан ұйқы қашады. Сытый крепко спит, от голодного сон бежит. Асы бар аяқ әдемі. Любая посуда хороша, когда едой она полна. Өле жегенше бөле же. Лучше с ближним поделиться, чем объедаться одному. Асы бар аяқтан аттама. Не шагай через блюдо с едой. Күріштің мәнін май келтіреді. Масло плову вкус придает. Ас қадырын тоқ білмейді. Сытому не понять цену хлеба куску. Той тамағы тәтті. Праздничные блюда – самые изысканные блюда.